Интернетте, WhatsApp'та алып варан туралы ақпарат тарап жатыр. Аузы қан жоса болған үлкен кесіртке Жетісайдағы шекара заставасында түсірілген дейді. Бұл шын мәнінде біздің елде бар жануар ма? Анықтап көрейікші. Бұл суретті өз басым бір көргенде шын мәнінде өте үлкен алып кесіртке екен ау дегенім рас. Оған мессенджерде таралған әлдекімнің үрейлі хабарламасы да үн қосады. Бүгін Жетісайда табылған, әскерилер өзі түсірген, өздері де шошып отыр дейді. Онымен сөйлескен адам видеосын сұратқан болуы керек, таратушы видеоны жариялай алмайтынын, себебі жазалануы мүмкін екенін айтып жауап берген екен. Осы жерде бәрі анық болса, мұндай видео түсіріп жатпайтын едік. Амал жоқ, суретті талдай көшейік. Бірінші кезекте бұл сурет сол Жетісайдың өзінде түсірілді деді. Түркістан облысы әкімдігі болса, бұл жағдай Жетісайда болмағанын айтып жауап берген екен. Суреттегі мекен де Жетісай өңіріне ұқсамайды дейді. Енді мені таңғалдырғаны, әкімдік осыған ұқсас жағдай Мексикада болған десіпті. Мексикада есіктерді көкпен бояп, біздің шекара заставамыздағы бағананы қоятын болған шығар енді, сәл ойланып кішкене қараса болады ғой. Ал негізі бұл шын мәнінде Қазақстан шекара заставасында болған екен. Оған мына біздің елдегі шекара заставасының бағаны, жергілікті мекен дәлел бола алады. Тіпті шекара қызметіне хабарласып, мына мекен біздің заставалардың бірі ғой деп анықтап та алдым. Біздікі бірақ нақты қай застава екені белгісіз. Біреулер бұл Орынбай заставасы дегенді де айтыпты, бірақ шекара қызметі мұны бізге нақтылап бере алмады. Ендігісіне назар аударайықшы. Суретте мынау қазақстандық шекара заставасының бағанасы екенін аңғаруға болады. Біздің елдің мемлекеттік ғимараттарына тән көк бояу, мұның бәрі бұл бізде болған оқиға екенін аңғартып тұр емес пе? Енді алып кесіртке қайдан шыққанына келейікші. Бұл Орта Азия сұр кесірткесі. Суретте бізге алып болып көрінгені кесіртке кадрда бізге өте жақын түсірілгені. Бір жағынан бұл иллюзия, ал бір жағынан жердегі сызбаға назар аударып көрейікші. Мұнда сарбаздар сапқа тұрып түзелетін кәдімгі маршировка жасайтын арнайы сызба. Енді осының көлеміне назар аударсақ, ол ары кеткенде бір ғана сарбаз тұра алатын кеңістік. Оны мына суреттен де байқауыңызға болады. Міне, қарапайым заттарды осындай салыстыру арқылы олардың көлемін шамалап байқай аламыз. Мұнда кесірткенің көлемі ары кеткенде 55-60 сантиметрге жете қабыл. Неге деген сұрақ қойылады? Өйткені бұл Орта Азияда тіршілік ететін ең ірі кесіртке. Еліміздің оңтүстігінде шекараласатын елдер аумағында кездеседі. Қызық дерек, мысалы мынау Қызылқұмда кездескен ірі кесіртке екен. Ғалымдар бұл кесірткенің құйрығын өлшемегендегі ұзындығы 60 сантиметрге дейін жететінін жазған. Салмағы 3,5 келіге жетеді. Бірақ мұны әйгілі Комод аралындағы өте үлкен варандармен шатастыруға болмайды. Демек, бұл суретте таңғалатын ештеңесі жоқ. Тіпті қуанатын жағдай деп ойлаймын өз басым. Себебі бұл кесіртке Қазақстанда таралуы азайып бара жатқан түрге жатады. Бұрын тіпті кей жылдары 20 мыңға дейін бас кесіртке өлтіріп, галантереяға, яғни біздің галстук, қолғап, сөмке сияқты заттарымызға пайдаланылған екен терісі. Енді бұл тіршілік иесі кездессе, тіпті жергілікті фауна байып, түрленіп келеді деп қуану керек шығар. Бастысы, кездесіп қалсаңыз, алшақ жүруге тырысыңыз, себебі ол адамнан қашатын жануар болса да, кейде амалсыздан шабуыл жасап тістеп алуы мүмкін. Сондықтан иллюзияға сенбей, нақты ақпарат біле жүріңіз. Бұл Ақылтай арнасы. Менің есімім Мардақ. Сау болыңыз.